Сәлем достар! Бүгін отбасы хрестоматиясы әлдиден эпосқа дейінгі кітабынан алынған нан қалай пайда болды? Міне, осы туралы оқып беретін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан әртүрлі ертегілер, балаларға арналған әңгімелер, хикаялар, аңыздар және де көптеген қиссаларды тыңдасаңыздар болады. Нан қалай пайда болды? Алла тағала адамға бидайдың дәнін жіберіп, «Ей адам, дәнді жерге егіп жақсы баптасаң, бұл саған ең нәрлі азық болады» дейді. Адам бидай дәнін жерге егіп, соны баптаумен болады. Күзде бидай да піседі. Ол қанша күнгі еңбектің зейнетін енді көретін шығармын деп ойлап, бидайды орып алады. Қарны да қатты ашады. Бидайдың бір масағын алып, дәмі қалай екен деп аузына салады. Шайнап көрсе, дәмі сезілмейді. Адам ашуланып, босқа кеткен еңбегім-ай деп, дәу таспен бидайды ұра бастайды. Біраздан кейін ашуы тарқайды. Әрі қатты шаршайды. Бидайға қараса, масағынан ажырапты. Қап, мынау көзге күйік болдау. Қанша ұрсам да үгітілмеді. Мұны құртпасам, зая кеткен еңбегім есімнен кетпес деп ойлайды. Бірақ қалжырап тұрғандықтан тыныстап алғысы келеді. Алла тағала желге бар да бидайды суырып тазала деп бұйырады. Жел бидайдың бар қауызын ұшырып, тек дақылын қалдырады. Адам ата ұйқыдан тұрып, бидайды ұндақтауға кіріседі. Мұның көзін бір жола құртайын деп, аппақ қиқымды суға тастайды. Қараса, ол сумен ағып кетпей, қоймалжың затқа айналады. Бидай ұны қамыр болыпты. Адам суға ақпасаң отқа жанарсың деп, қамырды отқа салады. Оның түсі қызарып, тәтті иісі бұрқырап шығады. Сонда адам, «Я Алла, мұның сыры неде?» деп сұрайды. Алла тағала, «Ей адам, бидай сенің нәсібің деп айтпап па едім? Енді наннан дәм тат, ас болсын» дейді. Адам нанды бисмиллах деп жеп көреді. Дәмі тіл үйіріп, қарны тояды. Адам сонда ғана бидайдың азыққа айналғанын түсінеді. Алла тағаланың өзін диқаншылыққа тәрбиелегенін біледі. Ас атасы нан деген осылай шыққан екен.